Сіз диета ұстайсыз ба? Сау боламын деп дұрыс тамақтанып жүрсіз бе? Протеин, жаңғақ, авокадо, смузи, фитнес батондар бәрі денсаулық пайдалы. Бірақ көп адам осындай пайдалы тағамдарды шектен тыс тұтынып, байқамай семіріп бара жатыр. Бүгін біз сау боламын деп ағзаны маймен толтырып жатқан жиі кезетін қателіктерді талдаймыз. Бір суперфуд артықшылығы пайдалы ма, әлде калориялы ма? Көпшілік жаңғақ, авокадо, кокос майы, финик, қара шоколад сынды өнімдерді пайдалы деп шектен тыс тұтынады. Harvard Chen School of Public Health дерегі. Пайдалы тағамдардың да калориясы бар, және олар артық май болып жиналады, егер мөлшер асып кетсе. Тағам 100 үшін калория. Авокадо 160 кал. Жаңғақ, грек 654 кал. Кешью 553 кал. Қара шоколад 70%, 546 кал. Финик 277 кал. Бір пайдалы салат 700-800 кал. Ал бұл бір кешкі астың калориясынан көп. Дұрысы, мөлшерге назар аудару және тағам күнделігін жүргізу. 2 протеин мен фитнес батондар денсаулық па, жасырын қант па? Protein bar, fit батон, energy mix деген атаулар көпшілікке салауатты әсер қалдырады. Бірақ зерттеулер көрсеткендей, олардың құрамында қант, глюкоза сиропы, жасырын калориялар көп. British Journal of Nutrition. Фитнес батондардың көбінде қант мөлшері кәдімгі шоколадпен тең. Протеин коктейльдерінің бір порциясы 300-400 кал, егер оны жаттығусыз ішсеңіз, бәрі майға айналады. Дұрысы, протеинді коктейль немесе батон тек спорттан кейін нақты калория есебімен. Смузи мен жеміс шырындары пайдалы ма, жоқ па? Смузи жеміс жидектен жасалған, бірақ ол да тез сіңетін қант көзі. American Journal of Clinical Nutrition зерттеуі. Бір смузи порциясында 30-40 грамм қант, 7-8 шай қасық. Бұл қандағы инсулин деңгейін көтеріп, май жинауға ықпал етеді. Жеміс жидек тұтас күйінде пайдалы, ал блендермен езгенде талшықтар бұзылады. Қант тез сіңеді. Нәтижесі семіздік пен диабетке бейімділік. Дұрысы, жемісті тұтас жеу. Смузи тек бір стақаннан аспау, тек табиғи ингредиентпен. 4 ашығу, детокс, clean eating бәрі пайдалы ма? Көп адам тазалану үшін ашығады, бірақ ашығудан кейін артық тамақтанып, өзі байқамай калория көп тұтынады. The Lancet Public Health. Ашығудан кейінгі 24 сағат ішінде адамдар орта есеппен күнде 500-800 кал артық жейді. Сонымен қатар clean eating режимін ұстанатындарда психологиялық қысым, тағамға шамадан тыс бақылау орторексия деп аталатын бұзылысқа апарады. Дұрысы, тепе-теңдік сақтау, ашық түрде, бірақ өз ағзаңызды тыңдау. Қорытынды, салауатты өмір салты бұл тек пайдалы тағам таңдау емес. Сонымен қатар мөлшер мен тепе-теңдікті сақтау. Сау болам деп семіріп, табиғи тамақ жеймін деп қант пен майға толып жатқан жоқсыз ба? Тамақты денсаулық үшін ішіңіз, эмоция үшін емес. Сіз ойлаған сау тағам құпия майдың көзі болмау керек.